бұл сериалды шығаруда менің оқырмандарым айтты. Және мен сол оқырмандарым айтуы бойынша осы сериалды шығарып отырмын. Ал ендеше мені қолдап, видео басамас бұрын тіркелеп, лайк басып, колокольчикті басып тіркелеп, ком жазып кетіңіздер. Ал ендеше біз бастайық. Ой, так, тұрайын. Не, уже... Не, таң атып кеткен бе? Жарайды. Онда Әсел ұйықтай берсін, ал мен қазір тез тамақ жасап тастайын. Анам жұмысқа кеткен сияқты. Тез тамағымды жасап тастайын қазір. Ал так бәрін жасап болдым. Енді осыларды жасап болдым. Енді біраздан кейін Әсел тұрады, сосын анам келеді. Онда мен қазір Әселді оятайын. Әсел, тұр. Әсел. Не болды? Неге ояттың мені? Тұрсаншы, уже сағат 10 болды ғой. Ой, 11-де тұрсықсан да нең кетеді? Тұрсаншы, болды. Ой, я. Жүр, қазір анам келеді. Тамақ жасадың ба? Я. Отырмын да. Білемін, сен етпей қойсаң да болады. 1 сағат өткеннен кейін. Ой, анам да келді. Ал, мам, келдіңіз бе? Я. Ой, шаршап кеттім ғой. Таң атпастан қандай жұмыс ол? Қайда кеттіңіз? Ой, Сабира шақырған ғой. Неге, анашым, неге барасыз соның үйіне? Ой, ана уборкалап жіберші деген ғой. Жарайды. Анашым, бүгін мен қыздармен бірге қыдыруға барам деп едім, соған ақша бересіз бе? Қызым, енді ана жақтарда бір 10 мыңдай тұрған, сол жете ме? Я, бір 5 мыңдай берсеңіз болды. Я, онда тұрған анда. Анашым, үйде продукты бітуіне аз қалып та қашын аламыз. Бүгін алып тастайық бәрін. Мен шайымды ішіп, обедке келін, қайтан жұмысқа кетем. Онда маған ақшасын бере салыңыз, мен продуктыға өзім бара салам. Жарайды. Анашым, көп рахмет сізге. Ақша бергеніңізге. Дәмдісін ай. Алина, күшті қып жасапсың. Рахмет. Жарайды, онда мен қандай киім киемін, соны ақылдасып, өзім көріп алайын. Қызым, не мұнда тамақ жемей өзіңе салат дайындап алыпсың ғой? Ой, анашы, мен диетаға отырамын деп шештім. Қараңшы, уже менің килограммым 45 болып кетіпті, 40-қа түсуім керек. Ой, қызым, сенде бір диета деп. Жарайды, отырсаң отыр. Үсті өзім жуа саламын. Аха, ана қыз не істеп жатыр екен? Жарайды, онда мен жұмысыма кеттім, айта сала нағызға жұмысқа кетті деп емам. Я, жарайды, онда мен кеттім. Ал, так. Не істеп жатырсың? Ой, киім таңдап, басқа не істеймін? Мына бір әдемі киім киіп алу керек. Мына киім жарасатын сияқты, осыны киіп алайын. Класстастарымен отырасыңдар ма? Я, әдемі болып баруым керек. Содан кейін, ой, сен жаман болып киініп барыпсың деп айтады қыздар. Зачем олай? Бара салсай кәдімгідей. Саған боянып не керек? Бар болған 16-дасың ғой.
Вот именно 16 тіпті 15-те қыздар да боянады, күйінеді дегенде ғой. Ой, өзім білші. Осыны киемін, сосын салонға бара саламын. Онда ақшаны алып алайын тез. Онда Алина мен кеттім. Енді өзің үйге қарай тұрасыз, мен ары кетсе бір 6-ларда келемін. Ойбай, сонша қайда барасыңдар? Ой, енді отырамыз дегенде тағы қызықтар болады дегенде ғой. Жарайды, онда бара бер. Мен кеттім. Ой. Ой, мен де енді базарға баруым керек, продукт алайын. Оның үстіне бір ыдыстарды алайыншы, бір андай торт жасайтын, пирог жасайтын. Ал ендеше кетейін тез. Содан кейін анам келмей тұрып тамақ жасап тастауым керек. Нормында тұра салсын, сосын ала салам. Қоя салайын осында. Керек емес. Ал енді тез алып келейін. Ал достар, осымен қарапайым отбасы бірінші серия аяқталды. Қызық емес болып шыққан сияқты, но екінші серия өте қызықты болады. Видеоға лайк басып, тіркеліп, ком жазып кетіңіздер. Ал ендеше, пока-пока.